Ең басты байлық. Ертеде ешкі жүні бөртеде, қырғауыл жүні қызыл, құйрық жүні ұзын кезде, дәл біздің осы күнгі жалқау балалар секілді сидам сирақ жастар өте көп болыпты. Әдетте жалқаулардың құрғақ уайымға салынатын әдеті ғой. Сондай жалқаулардың бірі: о жаратқан ием, жарық дүниеге әдейі әкелген соң, дәулетті шалқыған етіп жаратсаң етті. Жалғанда жалпағынан басып шалқып өмір сүретін жасымда, ішсем тамаққа, кисем киімге жарамай жүрген тұрмай деп уайымдапты. Оның мұңын естіп қалған бір ақсақал: қарағым, сен несіне қайғырасың? Байлығының бәрі сенің өзіңде тұр ғой депті. Ақсақалдың сөзіне мені мазақтаған деп түсінген жігіт: сіздің қайдағы байлықты айтып тұрсыз деп ашуланыпты. Ақсақал ештеңе болмағандай сабыр сақтай отырып: шырағым, сен алдағы екі көзіңді маған сатшы, мен саған қалағанша алтын күміс берейін дейді. Жігіт ашуланып: екі көзден айырылған соң сіздің алтын күмісіңіздің керегі қанша? Ондай байлығың өзіңе. Әрі қарай жігіттің 12 мүшесіне саудаласып сұрай бастаған ақсақалға әбден ашуланған жігіт: ақсақал, ат басындай алтын берсеңіз де ешбір мүшемді сатпаймын, үйтіп мүгедек болар жайым жоқ деп кесіп тастапты. Сонда барып ақсақал: ендеше адамның ең бақыт байлығы денің саулығы. Сен сияқты 4 мүшесі түгел адам, ол бай адам. Оны ешқандай алтын күміске айырбастап ала алмайсың деген екен.